Сәлем достар, қалай жүрсіңдер достар, амансыздар ма? Тыңқиту қалай жүрсіңдер? Тыңқиту достар, итерсу, қыздар, Тұрсынбек не қылдыңдар Тұрсынбекті? Тұрсынбекті тістеп атсыңдар ма? Қыз келіншектер, қыздар. Тұрсынбекті аямаңдар, Тұрсынбекті тістеп сору керек, тістеп. Иә, тістеп сорып тұрғызып, иә. Менің таныс келіншектерім сияқты, иә. Еркектер жағын не істеп атсыңдар, еркектер? Екі тесік не қылдыңдар, екі тесікті? Екі тесік жақсылап тілді тығып жалау керек, тілді тығып. Тілді тықпаса болмайды, достар. Еркектер ол бармақ тығып құттай уқалап, шамалы. Тілдің ұшын тигізген ол жалаған болып есептелмейді, түсіндіңдер ма? Жақсылап былшыратып кәдімгіна деп тұрып сөйтіп нету керек. Деп, сөйтіп ана екі ана бұлқыны ашып деп бұлқыны ашып тұрып істеу керек, түсіндіңдер ма? Ол тілді тығып, тілді ұшын тигізіп жаладым деген болмайды. Жақсылап жалау керек, бұлшыратып, су ағады, су аққан кезде сол суды ішу керек, жұту керек, бір қышқыл дәмі, мен көбіне сол жалаған кезде сұйықтықтардың бәрін мен жұтамын ғой, достар, түсіндіңдер ма? Одан еш ұялудың керегі жоқ, мен міне Гүлжанат досыма келдім, өткенде айттым ғой, өткенде 5-ші жоғарыда тұратын еді. Енді бүгін біздер квартира алдық, міне. Бірінші этажда мен міне көлігімді қойып, мына скамейкада отырмын, достар, Өзі бір керемет қатын, керемет. Қазір осы мына балконға кетті, осы үйге. Сол қазір сәл мына аптығымды басып алайын деп күн көтерісі, сол сәл демалайын деп отырғаным, скамейкада жан-жағыма қарап, сендерге айтайын деп жағдайды болып атқан, Сендерде қалай еркектер, қыздар, жалау керек, еркектер, екі әріпті жақсылап жалау керек, бұлшыратып, Кейбір қыз келіншектерде, көтендер жамал боқ болады, енді. Тішіп болғаннан кейін көтін сыртады, көтін қағазбен сүрткен кезде боқтың қалдықтары қалады ғой. Сонда да боққа да қарамай нету керек. Менің қатын бұрын етеректе тышқанда көтін сүртетін еді қағазбен, Мен кейін оны үйреттім, көтіңді жу деп, қазір бұл көтін жуатын болды, Маған без разница, ол көтін жуса, жумаса, мен бәрін боғымен де жалай берем ғой. Солай боғымен жалау керек, достар, естіңдер ма? Ол көт қасиетті нәрсе ғой, жарықтық, сол көт киелі нәрсе ғой, көтті жалау керек, өйтіп. Тәкаппарлық істемеңдер, еркектер, Боқ болса, не қылды? Боқ бәрімізде боқ қой, сол боқтан шықтық қой. Сол боқты жақсылап, жібітіп жіберді, сол деп ішіп жібер. Енді сұйық қоп қою болады ғой, сол кезде деп тартып жұтып жібересің. Қышқыл болады, енді боқ. Көттің айналасында, тесіктің айналасында қатқан боқтар дымда қалмайды ғой, дәмде, иісі де болмайды, тұрып қалатын боқтар. Көтті жақсылап сөйтіп жалау керек, достар. Ана көттің тесігіне тілді тығу керек. Тілді тыққан кезде ана адам кайф алады. Түсіндіңдер ма, еркектер? Солай істеу керек, солай. Негізі солай итеру керек, солай жалау керек. Құр тілді тыққан болмайды, бармақты тығу керек. Алдын бір бармақ тығу керек, кейін екі бармақты тығу керек, екі бармақты тығып қолау керек, изеңдетіп, Кейін көттер, кен келіншектер болса, 3 бармақты сияты нормально. 4-5 бармақты тықпай ақ қойыңдар, құрсын. Кинода ол көттер кеңейіп кеткендер ғой. Кинодаға қарап, ол негізі күнделікті, повседневный, күнделікті, ежедневный көттерге ол. Бір бармақ пен екі бармақ болады ғой, соның өзінде тар болады, Менің Тұрсынбегім сол. Ана тар кезде шыдай алмай ағызып жібереді ғой, ағып кетеді қасқа. Көттің ішіне бітіріп жіберем мен, сол кезде көтке пырт етіп, кейін ұрықтарын сырт қағады. Солай еркектер жалау керек көтті, екі әріпті жақсылап жалау керек, екі тесікті, кейін астыңғы тесікті да, маңызды тесік, оны да жақсылап жалау керек, бұлшыратып, оның екі еріні бар, сол екі ерінді де жақсылап жалау керек, түсіндіңдер ма? Еркектер жалау керек, жақсылап жалау керек, жалау керек. Қыз келіншектер, сендер жағында да айтарым сол, Тұрсынбекті жақсылап умаждаңдар, қолдарыңызбен драшт етіп қайта-қайта, кашеттап драшт етіп, тұрмай атса тістеңдер, басында шляпсын, қалпағын тістеу керек, басында қалпағы бар ғой,
сол қалпақты тістеу керек жақсылап, иә, тістеп, иә, сулап, тістеп, сорып деп ана деп, иә, дауыс шығады деп сөйтіп сору керек, иә. Мен сол өз қатындарыма, мен аузына беріп жүрген қатындарыма күнде үйретемін ғой солай. Сөйту керек қыз келіншектер, естіңдер ме? Иә, негізі өмірдің маңызы сол, мәні де сәні де итерісу. Иә, ол қазір ютубтан айта береді құрсын. Иә, табыс табу, аффирмация, гидратация, тағы бірдеңе тация, иә, медитация деп. Негізгі ең медитация, аффирмация осы итерісу, достар. Солай емес пе? Әлде келіспейсіңдер ме? Келіспесеңдер өз пікірлеріңді жазыңдар кәне. Мен келіспеймін деп, мен дәлелдеймін. Иә, мен көттің маңызды екенін дәлелдеймін, итерісудің ең маңызды нәрсе екенін мен дәлелдеймін ғой, достар. Қарсы болсаңдар жазыңдар пікірлеріңді, иә. Негізі итерісу керек, достар, иә. Итерісу керек, жалау керек былжыратып, иә. Сору керек қыз келіншектер жағы, жақсылап ауызға алу керек, ауызға. Ұялмаңдар, иә. Ауызға алыңдар, иә. Сосын еркектеріңізді жатқызып қойып бетіне отырыңдар, иә. Бетіне отырып изеңдеу керек қой. Ана еркектің бетіне отырып алып изеңдесең керемет кайып болады, иә. Керемет болады, кайып аласыңдар, иә. Мен көбіне менің қатындарым сөйтеді, иә. Мен ана бір-екі ана Айымгүл деген қатын бар өткенде итеріскен, иә. Сол бір рет үйреніп алды, енді күнде сөйтеді енді. Отырайыншы шалағазақ қой енді ол. Давай сижу бірдеңе дейді, не дейді орысшалап, иә. Сяду дейді ма, не дейді? Сяду дейді. Давай я сяду дейді, иә. Отырайын деген ғой. Сөйтіп отырады да бетімді үйкелейді, жаңағы қатын үйкелейді, иә. Былшырап кетеді бетім, мұрным, бетім, иә. Көзіме дейін, көзімді аша алмай қалам. Ана қасқа ыңқылдап, ахлеп, ухлеп, иә. Керемет болады сондай. Сол үшін достар сөйту керек, естіңдер ма? Қыз келіншектер, ұялмаңдар. Иә, ауызға алу керек жақсылап. Ауызға алып, тістеп, сорып, иә, тістеу керек, тістеп, тартып, айттым ғой жаңа. Деген дауыстарды естіп шығарып, иә. Сорып, иә. Шаңсорғышқа ұқсап, пилососқа ұқсап сору керек жақсылап, иә. Сөйтіп сорып, тартып, иә, тұрғызу керек. Сосын бетіне отырып алыңдар еркектердің, үйкелеңдер, иә. Мәжбүрлетіңдер жалауға. Жаламайым десе кейбір еркектер болады, тыржиып жаламайым дейді. Жалату керек ондай дурақтарға. Естіңдер ме, ондай ақмақтар еркектерді жаладыңды, жала деп айтыңдар, болмаса бермеңдер, қайтесіңдер беріп. Көтті берме ондай еркектерге. Көтті бердің ба, көтті жала де. Иә, солай емес пе, негізі жалау керек қой. Тыққасын жалау керек. Иә, кейбір ақмақ еркектер аузына беріп кетеді, жаламай. Ал мен мақтап жалаймын. Мен қазір 69-бен жасаймын, 69 боза бар ғой. 69 бозаны мен жасаймын күнде. Иә, күнде емес енді вообще. Сол әр қыз келіншектермен неткенімде, иә, рахатқа батып қалады. Мен көбіне ана 2 булканы ашып, менде енді опыт тәжірибе болғасын 2 булканы ашып жалаймын ғой, былжыратып жалаймын. Иә, рахатқа батып қалады, иә, менің қатыным да, мына бөтен таныс келіншектер де, иә. Сөйту керек, достар, солай ыңқылдату керек, иә, жақсылап былжыратып жалау керек, иә. Мен де міне келдім, бүгін квартира алдық, иә. Осы квартираға қазір Алла қосса, Құдай қаласа, жақсылап итерісеміз, иә. Қазір уже кеш болды, уже менде шаршадым, уже кеш болды, иә. Күн ыстық бірақ, сол қазір қонамыз осында. Ваннаға түсіп алып, жақсылап ваннаның ішінде былжыратып жалауым керек, иә. Я как раз бітім плавка тұрсы киіп келдім бүгін. Сосын еркектер жағы плавка тұрсы киіп жүрмін, плавка. Мен плавка тұрсы киіп жүрмін. Негізі тұрсықта да маңыз бар ғой. Несі бар, байланысы бар. Ана плавка тұрсы қысып тұрады да. Тұрсынбекті қысып тұрады, плавка тұрсы. Просто ана хозяйственный тұрсықтер бар. Тұрсилер бар, шаруашылық. Олар салбырап тұрады. Плавка жарықтық. Қысып тұрады. Или ана стрингілерді кисеңдер болады, бір сызық. Еркектерге арналған бір сызық бар ғой, стрингі. Менде бар сондай, менде кием кейде саунаға барғанда қыздарға. Бәрі таң қалады. Ойбай, ағай деп. Қайтейін енді. Енді жас 45-50-ге келген менде көңіл жас қой енді. Бұтыма бір сызық стрингі тұрсайды киіп алып, қыздарды жалап, аузына беріп атам ғой. Қыздар таң қалады. Керемет, ағай, керемет деп. Сондай қыз келіншектер, естіңдер ма? Ұялмаңдар. Еркектер жағы жалаңдар, былжыратып, жалаңдар. Қыз келіншектер, сендер де сөйтіңдер, сорыңдар. Мен қазір дүкеннен ішімдік
жеңіл ішімдік алам. Ішетін жейтін сөйтіп барып итерісіміз керек екен. Шаршап кеттім достар. Итерсейін бір жалағым келіп тұр былжыратып, иә. Сондай достар ал. Давай мен барайын ал. 10 минут болды ма сөйлеп отыра бергенмен 10 минут болды. Мен көп сөйлеп отыра берем, бір сөйлесем. Я, давай барайын ал достар ал. Аман болайық. Итерсейік ал. Давай. Пока-пока.